Меркі ауданында өткен баспасөз туры аясында бақ өкілдері қарттар мен жастарға арналған орталықтардың жұмысымен танысты. Мәселен, аудандар арасында алғашқылардың бірі болып ашылған белсенді ұзақ өмір орталығы, одан бөлек жастарға қолдау көрсетіп, кез келген мәселені шешуге көмектесетін ұшқын медициналық орталығы. Меркі аудандағы белсенді ұзақ өмір орталығы егде жастағы азаматтардың өмір сапасын арттыруды көздеген мекеме. Мұнда зейнеткерлерге арналған дене жаттығулары, қолөнер мен шығармашылық үйірмелер, сондай-ақ психологиялық және әлеуметтік қолдау қызметтері бар. Бұл мекеменің мақсаты егде жастағы қарттарымызға жан-жақты қолдау көрсету, зейнет жасындағы ардагерлерімізге қолдау көрсету, 7 түрлі әлеуметтік қызмет түрін көрсетеміз. Оның ішінде медициналық, педагогикалық, әлеуметтік, психологиялық, әлеуметтік қызмет, демалыс қызмет түрлері 7 түрінен көрсетеміз. Күніге бұл жерге 60 адам келеді, түске дейін 60 ардагер, 30 ардагер, түстен кейін 30 ардагерді қабылдаймыз. Белсенді ұзақ өмір орталығы 2024 жылы ашылған. Зейнет жасындағы жандар компьютерлік сауаттылық, құмыра жасауды меңгеріп, йогамен де шұғылданады. Бастысы барлық қызмет түрлері тегін көрсетіледі. Біреуіміз массажға кетеміз, біреуіміз жүгіру аймағында боламыз, біреуіміз жаңағы ән айтуға, біріміз тоқымаға, біріміз дой ойнағанға, әйтеуір жан-жаққа бөлініп, апайлар осылай қызметтерін көріп жатырмыз. Керемет, осындай орталықтың Жамбыл облысы бойынша Меркі ауданында бірінші рет ашылуы біздер үшін үлкен бір мақтаныш, былайша айтқанда. Біз өзіміздің Меркі аудан әкімдігіне алғысымызды білдіреміз. Аудан жастары да назардан тыс қалмаған. Ұшқын жастар денсаулығы орталығы жас буынға кешенді қызмет көрсетуде. Медициналық кеңес, психологиялық қолдау, салауатты өмір салтын насихаттау орталық жұмысының негізгі бағыттары. Мұндағы мамандар жастардың күйзеліске бой алдырмай дұрыс шешім қабылдай алуына көмек көрсетіп жүр. Жастар орталығы ұшқын бізге именно көмек жастарға болып отырығы, именно выявление, былай қарасақ, денсаулыққа береміз, именно берген кезде именно психологическая, во-первых, помощь именно болып отырған кезде выявление рисков, попыток рисков, депрессия, сондайларды анықтап, именно арғарай бұларды депрессиядан шығару. Сондай-ақ осы жылы аурухана ғимаратына қосалқы құрылыс жұмыстары жүргізіліп, жаңа қабылдау нысаны салынған. Қазірде құрылыс аяқталған, тек қабылдау кезеңінде тұр. Жансая Жанболатқызы, Байғани Бүркітбай, Айқын ақпарат, Меркі ауданынан.